Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2 сынып 21 сабақ. Тақырыбы әжемнің таяғы. Бүгінгі сабақта өлеңді бөліктерге бөліп атауларын білетін боласың. Әр бөлікке сай суреттерді таңдайсың, белгілі бір бөлікті әңгімелейсің. Әжем туралы әңгіме. Саусағы сарала жүзікті, әрдайым жайдары жаз өңді. Көп ертек білетін қызықты, көрсеңдер аяулы әжемді. Әлдекім әжемнің шашына әдейі бор жағып қойғандай, кимешек тартқанда басына болады ақша бұлт қонғандай. Әжемнің осы екі заманда көргені керемет көп дейді, ал жасын анықтап санауға қолымның саусағы жетпейді. Қайқы бас жіңішке таяғы қолынан түспейді жүргенде, бұрышқа апарып қояды даладан бөлмеге кіргенде. Орында тұрса да таяғы шығарда табалмай қалады. Кәрілік жеңгесін баяғы кеміген көзінің жанары. Мұндайда өзім зыр қағамын, бұрышқа жүгіріп барамын. Әжемнің қайқы бас таяғын қолына ұстата қоямын. Неке балалар, әжелеріңе сендерде қамқор болыңдар. Тапсырмаларын оқиық. Сен негізгі ойдың не екенін білесің балалар, иә? Осы негізгі ойдың басталуы, жалғасуы және аяқталуын жоспар деп атайды екен. Өлеңнің жоспарын және соған сәйкес суреттеді ретімен орналасты. Бірінші, әжемнің сарала жүзігі туралы айтылды. Екінші, әжемнің кимешегі. Үшінші, әжемнің жасы. Төртінші, әжемнің таяғы туралы өлеңде айтылған екен. Өлеңнің жоспары. Әжемнің кимешегі. Ол екінші, біріншіден баста. Әжемнің сарала жүзігі. Екінші, әжемнің кимешегі. Үшінші, әжемнің жасы. Төртінші, әжемнің таяғы. Мына жерде жоспары ретімен емес, орындары ауысқан, сонда біз ретімен қойдық. Кимешек деген басына неке жаулық деп атайды кимешек. Қолындағы таяғы және сары ала жүзігі бар екен әжеміздің. Үшінші тапсырма, суретке сай келетін өлең шумақтарын тауып айт және ат қой. Біз ақ кимешек деп айттық, өлеңнің ішінен осы өлең жолын таңдап алдық. Әлдекім әжемнің шашына әдейі бор жағып қойғандай, кимешек тартқанда басына болады ақша бұлт қойғандай. Яғни кимешегін әппақны бізге ақша бұлтқа теңеп тұр екен. Өзіңнің әжең туралы әңгімеле, әжеңе қандай тілек айтар едің дейді. Менің әжем бар, оның есімі Зағиша. Әжемнің жасы 75-те. Әжем өте дана, ақылды, мәдениетті кісі. Маған әрдайым ақылдың кеңестерін айтып отырады. Мен әжемнің айтқанын әрқашан тыңдаймын. Әр күн сайын әжем маған ертелерін айтады. Мен ертегі тыңдағанды жақсы көремін. Балалар, әркім өзінің әжесі туралы айтып жазғандарың дұрыс. Сабағымыз аяқталды.